осы 2026 жылы февралдың 6-сынан бастап Ольга Смирноваға келген едім. Ол кісі маған диагноз қойды витилиго деп. Ол витилиго менің мына шашымнан пайда болды. Шашыма ақ пятнолар түсе бастаған. Оны шашымды краскілеп едім, сол краскіден аллергия беріп, шашымнан төмен қарай, бетіме қарай түсті. Осы кісіге келіп назначение алдым. Осы фототерапиядан жақсы болдым. Аптасына 3 рет алдым, және артымда тұрған кабинаға да бір сеанс келіп, аяқтай келіп қабылдандым. Содан кейін үйім алыс болғасын, осы аппаратты сатып алып, үйден қызмет жасап, осы витилигодан азайды. Қазір енді 3 ай болды, 3 ай жарымда витилигом азайып, жақсы көңіл күйде отырмын. Шашымды краскілеуге болмайды деген еді, енді шашты краскілеуге болады деп жатыр. Михайловнаға сізге рахмет, алғысым шексіз. Келіңіздер, қорықпаңыздар, емделетін нәрсе екен. Рахмет сізге.